Неліктен барлығы Шырақ онлайн ұбт орталығын таңдайды? Себебі ол жерде ең үздік мұғалімдер болған соң ба? Мүмкін ерекше түсіндіру методикасы үшін бе? Әлде бәлкім ыңғайлы формат үшін? Бұның барлығы да шындық. Бар болғаны 4 ай ішінде ұбт-ға толық 100% дайын болғың келсе, ең үздік Шырақ онлайн орталығына дәл қазір жазыл. Біз сені күтеміз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Өзімді таныстырып өтсем, мен Асхат Болатұлы Шырақ онлайн дайындық орталығында химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Еңбек өтілім 6 жыл, осы уақытқа дейін 1000-нан аса оқушыларды ұбт-ға дайындадым. Олардың 95%-і грантқа түсті. Тода жаңадан 50 балдық жаңа форматта құрастырылған тестті, жаңа тестті талдауды бастайық. Бірінші сұрақта 234-90 торий изотопы бетта сәулелену түзу отырып ыдыраған болса, түзілген элемент изотопы. Торий изотопын жазайық. 234-90 дейді. Торий. Бетта айырылу. Бетта айырылу болса, жазайық, я. Бетта болса, демек асты минус 1, үсті 0 болады, я. Яғни зарядтан біреу азайтады. Яғни біреу азайту үшін бұл жерде 91 болады, я. 91-ден 1 азайтсақ, бізде 90. Ал үсті бізде өзгермейді. Жауап бізде А. Келесі. Қосылыстардағы тотығу дәрежесінің артуы бойынша орналасатын қатар. Борда бізде тотығу дәрежесі плюс 3. Қаңыздар. Яғни бұл жердегі тотығу дәрежесін бұлай қарай шығаруға болады. Бұл жерде көмірқышқыл газында көміртек плюс 4 болады. Азот плюс 5. Күрт бұл жерде плюс 6 болады. Хлор 7 болады. Яғни бұл жерде 3, 4, 5, 6. Қалғандарына қарасақ плюс 4, плюс 5, плюс 6. Бор бұл жерде түсіп кеткен. Бұл сұрақ болмайды. Келесте плюс 5, плюс 3, плюс 6. Бұл жерде де болмайды. Бұл жерде де мысалға плюс 4, азот бұл жерде плюс 2. Бұл да келмейді. Демек жауап бізде А жауап. Келесі, калий хлоридінің ерітіндісінің электролиз кезінде анодта түзілетін зат. Калий хлоридінің ерітіндісі деген кезде су қосамыз. Электролиз болған кезде. Алғашымен бізде калий гидроксиді, одан кейін анодта хлор және сутек түзіледі. Газ минус болғандықтан анод плюс, яғни анодқа барады. Ал сутек плюс болғандықтан ол катодқа, яғни минусқа барады. Катодта кері қарай. Яғни анодта бөлінетін зат бізде хлор болады. Қараңыздар, анодта түзілетін зат. Анодта түзілетін болғандықтан осының астын сызып, яғни не сұралып тұрғанына қателесіп кетпей белгілеуіміз қажет. Келесі. Аммиактың катализатор қатысынсыз, қараңыздар. Бұл жерде қатысынсыз деген кезде екі реакция бар. Аммиактың жануының, қараңыздар. Аммиактың жануының екі түрлі реакциясы бар. Қатысынсыз болса, бізде жаққан кезде азот түзіледі және су түзіледі. Ал егер катализатор қатысында болса, онда бізде не түзіледі? Азот екі оксиді түзіледі және су. Демек, бұл жерде реакцияны теңестіреміз. Реакциясын оттектің концентрациясы 3 есе арттырғанда реакцияның жылдамдығы қанша есе өседі немесе артады. Бұл жерде қараңыздар, реакцияны теңестіру керек. Оның үшін тотықсыздану реакциясын қолданайық. 0, оттек минус 2-ден, оттек 0-ден минус 2-ге дейін ауысады. Қараңыздар, азот минус 3-ден 2 азот болғандықтан, бұл жерде 2 қоямыз. 6 электрон кетеді. 2 үшін 6, минус 2 плюс 6 болады, бұл жерде 0 қалады. Енді оттек 2 0-ден минус 2-ге дейін ауысу үшін, 2 оттек үшін 4 қажет болады. Плюс минус минус. Яғни оттек минус 2. Алдына 2 қоямыз. Енді электронның алдында коэффициенттер шығады. 6, 4, қысқартамыз 3, 2 және ауыстырамыз. 2, 3. Яғни азот 0 деген жерге
қоямыз. Қараңыздар, егер 0 болатын болса, оттек 0, демек оның алдына 3 қоямыз деген. Азот екекіміз қанша? 4, иә? 4 үшіміз қанша? 12. Сутек 12 болып кетті. 12 болу үшін 6 қоямыз. 6 екіміз 12. Оттек санап көреміз. 3 екіміз 6, 6 бірім 6. Демек реакция тең. Енді ары қарай бізде арттырғанда реакцияның жылдамдығы қанша есе артады дейді. Бұл жерде тура реакция деп алайық. В тең. Қараңыздар, бұл жерде аммиактың алдында 4 тұр. Ол дәрежесіне шығады. 4 көбейту оттектің концентрациясы дәрежесіне шығады. Егер берілмесе, аммиакта берілмесе, демек оның орнына 1 қоямыз. Ал оттекке берілген бізге 3 қоямыз. 3-тің 4 дәрежесі. Бізде 3-тің 3 дәрежесі, иә? 1-дің 4 қаншаншы дәрежесі болса да 1-ге тең. Демек оны алмаймыз. 3-тің 3 дәрежесі бізде 27 болады. Яғни 3 есе арттырғанда болса, демек артса, демек ол не істейді? Артады. 27 есе артады. Жауап А. Келесі, ерітінді ортасы pH 7-тен жоғары болатын тұз дейді. Бірінші pH шкаласына қарап өтейік. pH шкаласында орта 7, 7-тен кішкентай болса, бізде қандай? Сылдық орта, ал жоғары болса бізде сілтілік орта, иә? Сілтілік орта, сондықтан 7-тен жоғары жақ болса, демек бізде сілтілік орта көрсетеді. Барий сульфат екеуі де күшті мен күшті. Бейтарап орта береді. Мен әлсіз сілтілік орта береді. Яғни сілті жағы күшті. Барий карбонат. Барий карбонаты ерімейді. Сондықтан бұл орта көрсетпейді. Барий хлорид екеуі де күшті мен күшті. Демек ол бейтарап орта. Яғни қарап шығайық, бұл жерде барий мен карбонат. Карбонат қиыстыратын болса, суда ерімейді. Барий карбонат суда ерімегендіктен оның ортасы, ал мағынасы жоқ. Сондықтан бізде жауап сілтілік орта көрсетеді, яғни pH 7-тен үлкен осы жерде. Бұл жерде pH 7-ге тең болады. pH 7-ге тең болады. Жауап бізде Б. Келесі, марганец және хром атомдарындағы нейтрондардың қосындысы дейді. Оның үшін бізге марганец пен хромның реттік номері керек. Марганец бізде И25, ал хром болса 24. Марганец 25. Массасы 55, иә? Ал хром бізде массасы 52, реттік номері 20. Азайтсақ бізде 25-тен 30 қалады. Бұл жерде 8, 4-тен 2 нәрсе 28. 30-ға 28 қосатын болсақ, бізде 58 қалады, иә? Яғни 58 нейтрон саны шығады. Яғни атом массасынан реттік номерін азайтатын болсақ, бізде нейтрон сандары қалады. Жалпы нейтрон санын сұрап тұр бізден. Қараңыздар, нейтрондардың қосындысы 58. Келесі бізде 7-ші сұрақта бериллий хлоридінің молекуласының гибридтену типі дейді. Гибридтену типі үшін осында 2 элемент болса, демек осы түзуші элемент бұл жерде бериллий болады. Бериллийдің реттік номері 4. Сондықтан 1s2, 2s2 мен аяқталады. Ұяшықтарға орналастыратын болсақ, 1s2 төмен, жоғары төмен, s2. Ал 2p-сында ұяшық 2p 0 болады. Мына жердегі 1 электрон p электронына келген кезде
да бізде біреу пайда болады. Яғни S-тан біреу, яғни P-дан біреу. Яғни бұл жерде SP гибридтелу болады. S және P электрондарын гибридтейтін болсақ, осылайша SP гибридтелу пайда болады. Екі жағына хлор атомы келеді, және бұл бериллий хлоридінің гибридтелу. Бұл жауап бізде германия монооксидін қыздырғанда ыдырайтын заттар. Монооксид болса, демек моно деген сөз оттек біреу деген сөз, оксид деген оттек мағынаны білдіреді. Германия монооксидін қыздырған кезде бізде 500 градус температурада германия диоксидімен, яғни германия 4 оксидімен немесе тағы германия түрлі. Германия диоксиді және германия деген Б жауабында тұр. Қараңыздар, 5-ші топ металдарының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық конфигурациясы. 5-ші топ дегенге қараймыз, конфигурация болған кезде 5 болса, демек дәрежелерді қосып шықсақ, 5 шықса, демек ол жауап болады. 2-ге 3 қоссақ 5, бұл жерде А-ны ойламай белгілі. Бұл жерде 7, бұл жерде 6, бұл жерде 4-ші энергетикалық деңгей. Сондықтан жауап бізде А болады. Күрттің диспропорциялану реакциясы. Диспропорциялану демек, еске түсіретін болсақ, диспропорциялану демек бір тотығу дәрежесінен 2 немесе 3 түрлі тотығу дәрежелерінің пайда болуы. Яғни біріншіде жағу реакциясында бізде су және SO2 болады. Ал мына жерде мысалға бізде H2S4, NO2 және су пайда болады. Реакцияда бізде калий сульфиді және калий ит және су пайда болады. Жерде SO2. Тотығу дәрежесі бұл жерде -2 плюс 4. Бір-ақ рет өзгерген. Бұл жерде де 0-ден плюс 6-ға бір-ақ рет өзгерген. Бұл жерде 0-ден плюс 4 және -2. Бір тотығу дәрежесінен 2 түрлі тотығу дәрежесі. Бұл жерде мысалға 0-ден плюс 4-ке дейін. Бір-ақ тотығу дәрежесі. Сыны қарайтын болсақ, 2 түрлі тотығу дәрежесі бөлініп тұр, яғни диспропорцияланып, яғни бір тотығу дәрежесі 2-ге бөлініп тұр. Сондықтан бізде жауап С болады. С8 секілді молекулалардан тұратын кристалдық күкірттің түсі. Әрине бұл жерде сары болады, ойланбастан белгілеуге болады. 12-ші сұрақ. 12-ші сұрақта калий 2 гексоцианоферраты қосылысындағы кешен түзуші элемент пен оның тотығу дәрежесі. Калий гексоцианоферрат 2 деп қойылған дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Бұл жерде сол кезде шатаспайтын едік. Калий бірінші біз феррат бұл жерде 2, яғни бұл жақшаның ішіндегі 2 бұл темірдің валенттілігін көрсетеді. Сосын цианид біз жерде гекса дегеніміз 6. Жақшаны жабатын болсақ -1, -6. Бұл жерде плюс 2 көрсетіп тұр. Демек, жалпы плюс 2 -6 болса, -4 көрсетеді. Демек, калий плюс 1 тотығу дәрежесін көрсететін болса, астында 0 болу үшін 4 болу керек. Яғни плюс 1 көбейтілген 4 плюс 4. Тік жақшаның сыртындағы сан бізде -4. Тең 0. Яғни формуламыз дұрыс деген сөз. Яғни кешенді түзуші бұл жердегі элемент бұл жерде темір болады, және оның тотығу дәрежесі плюс 2. Бұл жауап бізде С-да тұр. Келесі бізде 13-ші сұрақ. Бутендегі қос байланыстың орналасуына қарай изомерлер саны дейді. CH3, алға CH. Осылайша бутен 2 және CH2, CH3. Бутен 1. Егер қос байланыс болатын болса, осы ғана
екі несі болады. Егер көміртек қаңқасы бойынша деп бөлінеді тағы да, және геометриялық изомері болады. Ол кезде геометриялық изомер болғанда үшеу болады, ал көміртек қаңқасы бойынша да үшеу болады. Ал бұл жерде жауап, егер тек қана қос байланыстың орнын ауыстырумен болса, демек бізде екеу-ақ қалады. Жауап Д болады. Фенолдың формуласы, фенол дегеніміз бұл ароматты спирт, бензол сақинасы және гидроксил тобынан тұратын заттарды фенолдар дейміз, яғни С6H6 бір сутектің орнына OH келеді. Жауап бұл жерде Б болады. Келесі өзгерісті А затын белгілеңіз дейді. Бензол, А және анилин. Анилиннің формуласын жазсақ, бензол бізде С6H6 А заты және анилин. Анилин болса С6H5NH2, я? Амин тобы бензол сақинасы. Ол анилин болады. Ал заты ортадағы, яғни анилиннің алынатын заты бізде, яғни С6H5NO2, яғни нитробензол деп оқылады. Нитробензол. Нитробензол Д жауабында тұр. Келесі. Сополимерлену. Сополимерлену деген сөз екі полимердің арасында жүреді. Яғни екі полимер, хлорпрен, бірақ мономер, полистерол, бірақ мономер, бутадиен, стирол болса, екі түрлі мономер, изопрен, бір түрлі мономер арасында жүреді. Сондықтан бізде жауап С болады. Екі түрлі мономер. Со деген екі мономер. Тепе-теңдікте этанолдың айырылу бағытына ығыстыру үшін қажетті жағдай дейді. Яғни бұл жерде энергия қолымен жүреді. Қараңыздар, температура төмендетілген кезде солға кетеді. Яғни бұл жерде температураны қыздыру керек. Қысымды арттыру, барлығы газ болғанда қысымды арттыру бұл жерде солға қарай кетеді. Кілендің концентрациясын төмендету. Кілендің концентрациясын төмендететін болсақ, оң жаққа қарай жылжиды. Этанол концентрациясын төмендету. Этанол концентрациясы төмендейтін болса, онда сол жаққа қарай кетеді. Яғни тепе-теңдікте этанолдың айырылу бағытына ығыстыру үшін қажетті жағдай тек қана бұл жерде кілендің концентрациясын төмендету болып саналады. Әрекеттесуші массалар заңы бойынша кері реакция жылдамдығының өрнегі. Кері реакция дегеніміз өнімдердің концентрациясын көбейтіндісі. Яғни метан мен судікі. Қараңыздар. Метан мен судың концентрациясы көбейтіндісі. Алдында коэффициенті жоқ, сондықтан дәреже болмайды, константа. Кері реакция бұл жерде Д болады. Келесіде әрекеттесуші заттар заң бойынша оң реакция жылдамдығы оң болса, демек стрелка оңға бағытталып тұру керек. Оңға бағытталып тұру керек. Яғни реагенттердің көбейтіндісі болады, концентрациясын. СО H2 алдында 3 тұр, сондықтан дәрежесінде 3 тұрады. Жауап бұл жерде Д болады. Күміс нитрат ерітіндісінің электролизі. Қараңыздар, ерітіндісі демек су қосамыз деген сөз. Электролизі нәтижесінде анодта бөлінеді. Анодта деген, яғни бұл жерде анод бізде плюс болса, демек минус, катиондар. Күміс нитратының сулы ерітіндісі электролиз болған кезде, суттен кейінгі орналасқан металдардың тұздары электролиз болған кезде металдың өзі түзіледі. Егер топта оттек болатын болса, оттек тазалайды және сол топтың қышқылы түзіледі. Күміс нитратты жаттап алуға болады. Екеуінде де күмістің де, екі күмістің алдында 4. Оған қарай теңестіретін болсақ, 4 болса, демек бұл жерде 4 тұрады. Судың алдында 4 болу үшін 2. Оттекті санап көретін болсақ, 12, 14, 12, 14. Яғни анодта бөлінетін зат бізде анод. Катод. Демек оттек минус, сондықтан ол анод плюсқа барады. Және оның коэффициенті жоқ, яғни 1-ге тең. Жауап Б. 10% қоспасы бар 155 грамм, 155,5 грамм кальций карбидінен практикалық шығымы 70% алынатын ацетальдегидтің зат мөлшері дейді. 10% қоспасы бар дейді. Таза кальций карбиді, яғни техникалық болып тұр. Бұл жерде 10% қоспасын беріп тұр. Демек таза зат бізде қанша болады? 10% қоспаны алып тұрсақ, таза зат бізде 90% болады. Демек
355,5 грамм бізде 100% болатын болса, 90% қанша? 90-ды көбейтеміз. 155,5-ке бөлеміз. 319,95 грамм кальций карбиді. Енді кальций карбидінің ацетальдегидтің алынуы екі реакция сатысында жүреді. Бірінші гидролиз жүреді. Одан кейін бізде ацетилен бөлінеді. Және кальций гидроксид. Келесі реакцияда ацетиленді бөліп алып, тағы да гидролиз деген кезімізде бізде ацетальдегид келеді. OH. Келесі есепте бізде ацетальдегидтің зат мөлшері дейді. Демек, бізде мына жердегі масса қанша болды? 119,95 болды. Одан біз ацетиленнің массасын есептейміз. X грамм. 12-ні 2-ге көбейтсек 24, 2-ні қосатын болсақ, яғни бұның массасы 26 грамм болады. Ал бұнікі 40, 12-ні 2-ге қоссақ 24, 64 грамм болады. Демек, X-ті табатын болсақ, пропорцияны дайын. X тең 129,97. Бұл ацетиленнің массасы. Сол ацетиленнің массасын енді екінші реакцияға қоямыз. 129,97. Ал мына жерде X моль болады. Астында 1 моль. Грамның астына грамм, мольдің астына моль жазылады. Моль қайдан шықты 1 моль? Мына жерде коэффициентті алдық. Егер 2 болатын болса 2 қоямыз, 3 болса 3 қоямыз. Енді бұл жерге ацетиленнің массасы бізде қанша болды? 24-26. 129,97-ні көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 26-ға. Бізде 4,99 моль деген шықты. Бірақ бізде бұл жауап емес, бірақ 70%-да қашан қолданамыз? Шығымы 70% десе, осы пропорциядан шыққан сан ылғи 100% болады. 70% бізде X. X тең 149 моль. Немесе жуықтап алған кезде 3,15 моль болып. Жауап бізде С. Келесі 20% қоспасы бар 100 грамм гематитті алюминиймен тотықсыздандырғанда 380,8 килоджоуль жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісі дейді. 20% қоспа болса, демек 100%-дан біз алып тастаймыз 20%-ді. 10% қалады. Демек, ол дегені 100 грамм гематит 100% болатын болса, онда 80% қанша болады? Сәйкестігінше 100-де 100 болса, 80-де 80 грамм болады. 80 грамм гематит, яғни темір 2. Темір 3 оксид. Алюминиймен әрекеттесетін болса, бізде темірі бөлінеді және алюминий 2 O3 бөлініп шығады. Плюс X килоджоуль. X килоджоуль дегені реакцияның жылу эффектісі деген кезде қойылады. Теңестіретін болсақ, 2 қойылады. Бізде қанша грамм? 80 грамм, қараңыздар, 80 грамм гематитті алюминиймен тотықсыздандырғанда 180-де 8 килоджоуль энергия бөлінген. Енді бұл жерде грамм болса, демек біз темір 2O3, яғни темір 3 оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептеуіміз керек. Сондықтан бізде 16-ны 3-ге көбейтсек 8,
56-ны 2-ге қосатын. Яғни екеуінің арасындағы салыстырымды қараймыз. 80-нен 160-ты шығару үшін 2-ге көбейтуіміз керек. Демек, 160-та бізде x килоджоуль, 80-де болса 180-де 8. Яғни 380-де 8-де 2-ге көбейтсек, бізде жауап шығады. Уақыттан ұту мақсатында осылай жасалады. 761,6 килоджоуль. Жауап бар ма бізде? Бар екен, ал жауап. 10% қоспасы бар 200 грамм кремний земді магний оксидімен тотыққандырып қыздырғанда түзілетін силикаттың массасы. 10% қоспасы. 10% қоспасы болса, таза затты сразу есептеп аламыз. 100-ден азайтып тастаймыз. 90% болады. Демек, 200 грамм бізде 100% болады. Тазасы оның 90%. Жерде 100-ден 200 жасалған болса, 90-ды 2-ге көбейтетін болсақ, таза зат бізде 180 грамм болады. Калькулятордың көмегі қажеті жоқ. Кремний зем деген бізде кремний 4 оксиді болады, немесе кремний диоксиді. Оны магний оксидімен әрекеттестіргенде екеуі эквивалент, сондықтан ештеңе қойылмайды. Магний силициум O3, яғни магний силикаты. Осының массасы қанша дейді бізде. Бізде 180 болатын болса, 16-ны 2-ге көбейтеміз. 32, 28 қосатын 60 грамм болады. 60-тан 180-ді қалай шығарамыз? Кестелеп шығарамыз. Енді магний силикатының эмерін есептейік. 48, 28, 24. Калькулятордың көмегімен 24 қосып 28, 16. Яғни 100 екен. 100 грамм. 100 граммды не істейміз? Жақты 3 еселесек, көбейтсек, демек 300 болады. X тең 100 грамм болады. Жауапты. Келесі 24 сұрақта массасы 15 грамм белгісіз А органикалық заты жанғанда 16,8 литр қалыпты жағдайда көмірқышқыл газы және 18 грамм су түзілген А заты буының гелий бойынша тығыздығы 15. А затына металл натрий қосқанда сутек газы түзілген белгісіз А заты дейді. Бұл жерде логичный егер шешетін болсақ, сразу белгілеуге де болады. Болмайды екен. Бұда мысалға H2SO, яғни сутек қышқылында натрий әсер еткенде және спиртке натрий қосқан кезде сутек бөлінеді бізде. Демек, бұның ең қысқа жолын көрсететін болсам, шешімін көмірқышқыл газы. Содан бастаймыз. Кез келген 22,4 литр деген көмірқышқыл газының ішінде көміртек қанша болады? Яғни 1 моль ғой. 12 грамм көміртек болады, дұрыс па? Енді бізге айтып тұр, 16,8 литр көмірқышқыл газында грамм көміртек бар екен. 16,8-де көбейтеміз. 12-де бөлеміз 22,4-те. 9. 16,8 граммда 9 грамм бізде көміртек бар екен. Енді сутекті есептейтін болсақ, 18 грамм суда 2 грамм сутек болады. Судың формуласы H2O. Енді бізге айтады тағы да 18 грамм. 18 грамм суда 18 граммда 2 грамм болса, демек 2 грамм сутек болады, дұрыс па? Енді екеуін қосып көреміз. 9 бен 2-ні қосатын болса қанша болады? 11 грамм болады. Яғни 11 емес, бізде белгісіз зат қанша грамм? 15 грамм, 15-тен 11-ді азайтатын болсақ, бізде 4 грамм ненікі шығады? Оттек шығады. Демек, үшеуін салыстырамыз. Көміртек бізде 9 грамм бөлеміз 12-ге. Қатынас. Сутек бізде қанша? 2 грамм бөлеміз 1-ге. Одан кейін оттек бізде 4 грамм бөлеміз 16-ға. 9-ды 12-ге бөлеміз 0,75. 0,75. 2-ні 1-ге бөлетін болсақ 2.
4'ті 16'ға бөлетін болсақ, 0,25 тең. Үшеуінің ішінде ең кішкентайы 0,25, сондықтан үшеуінде 0,25-ке бөлеміз. 0,75-тен 0,25-ке бөлетін болсақ, сәйкесінше 3 шығады. 2-ні бөлеміз 0,25-ке, 8 шығады. 0,25-тен 0,25-ке бөлетін болсақ, 1. Яғни көміртек 3, тек 8, ал оттектің саны 1 деген сөз. Бір сутекті бұлай қарай өткізетін болсақ, С3H7OH болады. Яғни бізде пропанол. Жауап. Жерде ауа бойынша, гелий бойынша тығыздығы 15, гелий бойынша тығыздығы деген сөз белгісіз заттың емерінің гелий бойынша емерінің және көбейтеміз гелий, гелий 4, гелий бойынша тығыздығы 15 тең 60 болады. Егер мына заттың біз емерін көретін болсақ, емері 60 шықса, демек жауабымыз сәйкесінше болады. 12-ні көбейтеміз, қосамыз 7-ні, қосамыз 16-ны, қосамыз 1-ді. Тең 60. Салыстырмалы молекулалық массасы 60 грамм моль. Жан жақтан осылай дәлелдеп қоюға болады. Мыс 2 нитраттың ерітіндісі электролизге ұшырағанда 3,36 литр газ түзілді. Өнім шығымы 80% болса, электролизге ұшыраған тұз массасы. Алдымен реакцияны жазайық. Мыс нитраты бұл ерітіндісі қосамыз. Өзі оттек және азот қышқылы. Ал теңестірейік. Теңестірген кезде бізде плюс 2 мен 0. Одан кейін оттекте минус 2. Осыны жасайтын болсақ, плюс 2-ден 0-ге түсу үшін 2 электрон қосу керек. Ал оттек минус 2-ден 0-ге түсу үшін 2 электронға 4 электрон. 2 мен 4 шығады. Тарттырсақ 1 мен 2, мысқа 2, ал оттекке 1. Демек, мыстардың алдына 2 қоямыз, 2 қоямыз. Оттектің алдына 1 тұрады. Енді азот 2, алдына 2, 4 болды. Жерге 4 қоятын болсақ, оттектің алдына 2 қоямыз. Ендігі кезекте реакцияны жақсылап жазып алатын болсақ, мыс нитраты 2H2O, 2 мыс, 2 және 4HNO. Жерде не айтып тұр? Газ түзілді дейді. 3,36 литр газ түзілді. Ол газдың шығымы, қараңыздар, ол газдың шығымы 80%. 80% деген сөз, демек 3,36 литр бізде 80% болады. Ол жерде егер біз бастапқы затты есептейтін болсақ, реагенттерді есептейтін болсақ, онда 100%-ын тауып кетуіміз қажет болады. 3,36-ны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 4,12 литр болады. 4,12. Демек, мына жердегі газдың үстіне біз 4,12 литр қойсақ, мына жердегі жұмсалған тұздың массасы. Тұз бұл жерде мыс нитраттың массасы. Грамм болса, демек, салыстырмалы молекулалық массасын 2-ге көбейтеміз. Жерде бізде 376 грамм.
Тектің алдында 1 тұрсаң үшін астында 22,4 литр болады. Қанша болады? 176-ны көбейтеміз. 4,2-ге бөлеміз. 22. 70,5. 70,5 бізде А жауабында. Келесі. Бұл жерде контексті алдегидтер мен кетондар туралы, яғни карбонилді қосылыстар, алдегидтер мен кетондар формулалары берілген. Қатты және сұйық заттар алдегид пен кетондарды алу жолында ұқсастықтар бар және әрқайсысының өзіне тән айырмашылықтары да бар. Спирттерді тотықтыру арқылы алуға болады алдегидті. Біріншілік спирттерді тотықтырса алдегид түзіледі. Жаттап отырамыз. Біріншілік түзілген алдегидті ары қарай тотықтырса карбон қышқылын айналуы мүмкін. Екіншілік спирт егер тотыққан болса, онда кетон алуға болады. Түзілген кетонды ары қарай тотықпайды. Алдегидтер мен кетондар көптеген химиялық реакцияға белсенді жасады. Бұл карбонил тобындағы қос байланыстың біреуі сигма және біреуі ал екіншісі пи болғандықтан. Электрон тығыздығы көміртек атомынан оттегі атомына қарай ығысып поляризациялануынан болады. Сондықтан химиялық реакция кезінде карбонил тобы жоғарғы белсенділік көрсетеді. Карбонил тобы ғана. Олар қосып алу, алмасу, тотығу, полимерлену реакцияларына жатады. Бірақ тотықтыру арқылы пропанонды, қараңыздар, пропанонды алуға болатын органикалық зат. Пропанон болса, демек ол не болады? Яғни кетон болады. Қараңыздар, біріншілік спирттер тотыққан кезде алдегид түзіледі, екіншілік спирттер түзілген кезде тотыққан кезде болса кетондар түзіледі. Демек, бізде жауап С болады. Қарапайым бұл жерде. Этанол, ацетальдегид, формальдегид, ацетон, бензол органикалық заттар ішінде күміс айна реакциясына түсетін заттар саны. Күміс айна дегеніміз ол күміс оксидінің аммиактың сулы ерітіндісі. Аммиак плюс H. Бұл жерде этанол түспейді. Ацетальдегид түседі, формальдегид, алдегид түседі, ацетон түспейді. Жауап С болады бұл жерде. Екеу. Енді осы жерге мұқият қарайық. Бұл жерде контекст берілген. Одан кейін бізде тізбек берілген. Тізбекте бірінші этилен тұр. Этиленді қылдық ортада сумен қыздырған кезде бізде бірінші этанол түзіледі. Сәйкесінше этанолды X пен қандай әдіс арқылы Б затын аламыз, және Б затынан күміс айна реакциясы арқылы С затын аламыз. Және күміс айна болса, бұл жерде соңғы зат бізде карбон қышқылы болады, Б болса алдегид болады. Сондай жауапты қарап шығамыз. Карбон қышқылы және алдегид бізде 1, 2, 3 жауап. Бұл жерде жауап, мына жауапты алып тастаймыз сразу. Екінші қарайтын затымыз бізде этанол, иә, үшеуінде де этанол бар. Демек тұрады үшеуде. Ал астынан қарайық, оттекпен жағып жіберсек спиртті, ол көміршіл газымен суға айналып кетеді. Жауапты кетті. Ал қыздыратын болсақ, тек қана қыздыратын болсақ спиртті, онда бізде жай эфир немесе этилен айналуы мүмкін. Жауап бізде тек қана мыс оксидімен этанол тотықтырған кезде алдегид түзіледі. Одан кейін бізде сәйкесінше карбон қышқылы түзіледі. Сондықтан бізде жауап А болады. Бұл жерде массалық үлестер берілген, алдегидтің формуласын табу керек. Қарапайым есеп бұл жерде. Көміртек қатынастырамыз. Оттек қатынастырамыз. Пайыздарын жазамыз. Және салыстырмалы атомдық массасын бөліп шығамыз. алпыс жетіні бөлеміз 12-ге 5,55. 5,55. Екіншісі 11,11 болады. Келесі 22,22-ні бөлеміз 16-ға 1,38. Енді бұл жерде ең кішісі 1,38, сондықтан үшеуінде 1,38-ге бөліп шығамыз.
5,155'ті бөлеміз 1,138'ге 4 шығады. 11,11'ді бөлеміз 1,138'ге 8 шығады. Және 1,38'ге бөлсек 1 шығады. С4, H8, O1 деген сөз. Ол С-да. Вариант. Белгісіз дейді. 2,164 грамм альдегид күміс иония реакциясына қатысып, нәтижесінде 12,196 тұнба түзген альдегидтің формуласы дейді. Альдегидтің формуласын RCOH десек, күміс оксидінің сұлу ерітіндісін қосатын болсақ, демек бізде RCOOH деген қосылады және 2 күміс тұнбаға түседі. Тұнбаға түскен күмістің массасы 12,196 грамм, емері 108, 2 көбейтсек 216 болады. Ал белгісіз ненің массасы 2,64 бөлеміз салыстырмалы атомдық массасы. Ердікін білмейміз. X мына жерде 12, 16, 28 бірді қосатын болсақ 29. Осылайша бұның массасы X қосу 29 болады. Осылайша біздің пропорциямыздан теңдеу құрастырамыз. X қосу 29 тең, жоқ, көбейтеміз 12,96 тең 2,64 көбейтілген 206. Осылайша қоямыз. Жақшаны ашатын болсақ 12,96 қосу 29 12,96 көбейтуге 29 12,96 көбейтетін болсақ 375,84 шығады. 2,64 көбейту 216. 570,124. X бар. Демек, мынаны ар жаққа өткізетін болсақ, 570,24-тен азайтамыз 375,84. Бізде жауап 94-те 4 қалды. 12,196 X тең 194,4. X тең 194-ті 12,96 бөлеміз. Бөлу 12,96. X радикалымыз бізде 15 шықты. 15 деген сөз ол R, яғни R радикалымыз 15-ке тең. 15 болу үшін ол жерде CH3 болу керек. CH3, COH. Яғни бұл жерде альдегид болады. Д жауабы. Келесі сәйкестендіру, бұл жаңадан қосылған. Бұл жаңалық емес деп ойлаймын, себебі біз білім бойынша бақылау және 90-дық бақылауларда, БЖБ-ларда жазып жүрміз. Сәйкестендіру. Жаңадан қосылған сұрақтар бұл жерде. Қосылыстардың жұбыны химиялық байланыспен сәйкестендіру. Алға бірінші Ада H2, хлор 2, азот 2. Бұл жерде Ада қайсысы болады? Ковалентті полисіз байланыс. Келесін таңдайтын болса, бұл жерде ковалентті полисті болады. Келесі сұрақта. Оксидтердің жұбын жіктелу бойынша сәйкестендірді. Бірінші оксидтердің барлығы тұз түзбейтін оксидтер. Түзбейтін. Келесте мырыш, алюминий, қорғасын 2 оксидтері, олардың барлығы 2 дәл оксидтер. Электр тоғы қатысында мыс сульфаты, яғни берілген тізбек бойынша айналымды жүзеге асырып, соңғы түзілген өнімді сәйкестендіріңіз. Соңғы өнім. Жерде соңғы өнім. Мыс сульфатының электр тоғын қатысында ыдыратқан кезде біз жерде бағана көрдік, мыста сәйкесінше мыс, оттек және күрт қышқылы түзіледі. Бұл жерде сәйкесінше күрт қышқылының реакциясын жасатын болса, күрт қышқылы алюминий OH-пен әрекеттескен. Алюминий сульфаты. Ары қарай жазбай қояйық. Және алюминий сульфаты мына жерде Б заты бұл.
А заты, Б заты және С затын алу үшін натрий OH қосамыз. Натрий OH қосылған кезде сәйкесінше бізде алюминий гидроксиді С зат. Енді С затынан, яғни алюминий гидроксидінен натрий OH қосатын болсақ, бізде натрий тетрагидроксоалюминат түзіледі, иә? Сәйкесінше натрий жауап бізде натрий тетрагидроксоалюминат. Келесі. Калий хлоридінің ерітіндісінің, қараңыздар. Калий хлоридінің ерітіндісінің гидролиздеген кезде калий OH, хлор және сутегі түзіледі. Темірмен қайсысын әрекеттестіруге болады? Темірмен әрекеттеспейді, бізге хлор ғана ыңғайлы. Темірде А заты бізде хлор болады. Темірді хлормен әрекеттестірсек, темір хлорды, хлор күшті тотықтырғыш болғандықтан темір 3 хлоридке дейін тотықтырады. Осыны есте сақтап алыңыздар, хлор күшті тотықтырғыш, сондықтан темірмен әрекеттескен кезде темір 3 хлориді түзіледі, міндетті түрде. Бұл Б заты болды. Енді темір 3 хлоридінің калий гидроксидімен әрекеттестірсек, бізде суда ерімейтін темір 3 гидроксиді түзіледі. Енді оны қыздырып айырып жіберсек, қыздырған кезде сәйкесінше оксидімен суға айырылады. Яғни соңғы өнім Д заты бізде темір 3 оксиді. Тұздар жұбын гидролиздену реакциясының ортасымен сәйкестендірді. Біріншіде қараңыздар, алюминий әлсіз, тұз қышқылы күшті. Яғни бұл жерде қышқылдық, бұл жерде де қышқыл жағы жоғары, магний әлсіз, мырыш әлсіз, сульфат күшті. Яғни бұл жерде қышқыл күшті болғандықтан қышқылдық орта түзетін тұздар гидролизінде. Келесіде барий сульфат екеуі де күшті, натрий мен нитрат та, хлорид пен кальций де. Сондықтан бұл бейтарап орта болады. Бейтарап бізде үшіншіде. X және X2 заттарын сәйкестендіріңіз дейді. Егер біз H3, яғни натрий ацетатына тағы да натрий гидроксиді қосатын болсақ, бізде метан түзіледі және натрий карбонаты түзіледі. Яғни жауап X2 бізде метан болады. Екіншісінде алдегидті біз сутекпен тотықтыратын болсақ, демек бізде спирт түзіледі сәйкесінше. OH. Мына изобаралардағы нейтрон сандары қанша дейді. Нейтрон сандарын табу үшін азайта салуымыз керек. 215-тен 85-ті азайтатын болсақ, сәйкесінше бізден 130 қалады. Ал 85-тен 83-ті азайтатын 132. 130 бен 132 нейтрон. EF болады жауап. Егер pH мәні 1-ге тең болса, H-бром сутек ерітіндісінің молярлық концентрациясы мол дециметр куб мәндерінде қанша дейді. Мәні немесе мәндері. Қараңыздар, pH тең 1 болатын болса, демек концентрация қанша болады? Концентрация 0,1 болады. Себебі 0,1 10-1 деп біздің pH минус логарифм концентрация деген формулаға сәйкес келеді. Яғни pH тең минус логарифм 0,1 дегеніміз 10 дәрежесі минус 1 мен минус 1 плюс болып кетеді. Тең лог 10 тең 1-ге тең. Демек бізде концентрация 0,1. Е жауап. Зертханада метанды алуға алюминий карбидінің гидролиздену реакциясының өнімдері. Реакциясын жазайық. Алюминий карбидінің формуласы алюминий 4 метан түзіледі және гидроксид.
сәйкесінше бұл жерде алюминий 4-еу, 24 болды. Яғни өнімдер 3 және 4 алюминий гидрат. 4 алюминий. Болады. Жауап. Формальдегидтің фенолмен әрекеттесу нәтижесінде алынатын қоспа. Фенол мен формальдегид, яғни фенол формальдегид сымаласы, яғни полимер. Бұл жерде А жауабы полипропилен пропиленнен ғана алынады, полиэтилен этиленнен алынады, полиметил метакрилат метакрилаттан алынады. Тефлон болса, ол этиленнен алынады. Деоксиметиленде бұл деоксиметиленнен алынады. Демек, жауап тек қана А. Келесі 40-шы сұрақта массасы 13,2 грамм болатын пропин мен ацетилен қоспасының гидраттап алынған қоспаға күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әсер еткенде 86,4 грамм тұнба түзілді. Бастапқы қоспадағы заттардың массалық үлесі. Бұл жерде 40-шы есепте қарап отырсаңыздар, контекст текстке байланысты қылып берілген. Бұл жерде пропин мен ацетиленді гидраттасақ, яғни гидраттау деген су қосу. Су қосылған кезде бізде сәйкесінше не түзіледі? Алдегид түзіледі. Пропинді біз гидраттайтын болсақ, онда сәйкесінше бізде кетон түзіледі. Кетон ары қарай тотықпайды күміс оксидімен, ал егер біз күміс оксидімен тек қана алдегидті ғана тотықтыра аламыз. H3OH еркек қышқылы түзіледі, және 2 күміс. Қараңыздар, осы жерде тек қана тұнбаның массасы берілген. Тұнба біз жерде күміс болады. Мынау әрекеттеспейді. Осы тұнбаның массасы арқылы біз алдегидтің массасын тауып алып, ацетилендікін табуымыз керек. Сондықтан бұл жерде 86,4 грамм астында 108-2 көбейтетін болсақ, бізде 216 грамм болады. Мына жерде 15, 29, 4 грамм болады. Қанша шығады? 86,4-ті көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 216-ға. 17-6. Демек, 17-6 граммды сразу мына жерге қойып. Асты 44. Мына жерде 26, болады. 17-6-ны көбейтеміз 26-ға, бөлеміз 4-ке. 10,4 грамм. Жалпы бізде қанша грамм бар еді? Затымыз 13,2 грамм еді. Ол 100% болады. Онда 10,4 граммымыз қанша пайыз болады? X тең 10,4 көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 13,2-ге. 78,8 екен. Яғни 8 қоя беруге болады. Процент. Ал 100-ден азайтып тастайтын болсақ, 21,2. Келесі затымыз 21,2% болады. Яғни жауап осы екеуі. 21,2 және 78,8 грамм. Осылайша 40 сұрақты, яғни 40 сұрақ болды. Бұрын бізде 35 сұрақ болатын еді. Құрметті оқушылар, қазір 5 сұрақ қосылды. 5 сұрақ сәйкестендіру, сәйкестендіру бізде 31 мен 35 сұрақ аралығында болды. Бұл жерде қорқынышты ештеңе жоқ. Сәйкестендіру сұрақтарын біз көріп жүрміз. Сондықтан осындай талдау, яғни нұсқа талдаулар және де осындай жаңа әдістермен жылдам уақыттан оқу арқылы білім алғыңыз келсе, Шырақ онлайн дайындық орталығына жазылыңыздар. Біз сіздерді Шырақ онлайн дайындық орталығында
білетін боламыз.